Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді ванильді капкейктер дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып миксерлейміз. Одан соң бөлме температурасындағы сары майымызды салып, біркелкі болғанша миксермен араластырып шығамыз. Майымыздың бөлме температурасында тұрғаны өте маңызды. Және де сүт құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымыз бен қопсытқышты иліктен өткізіп массамызға қосамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің тестамыз дайын. Формамызға тестамызды салып шығамыз. Тестамызды тек қана жартылай ғана толтырамыз. 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Содан соң кремін дайындаймыз. Креміне творожный сыр мен сахарная пудраны біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң кілегейімізді құйып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің креміміз өзінің формасын ұстау қажет. Біздің кексіміз осылай болып піседі. Үстіне кремімізді жағып шығамыз. Біздің капкейктеріміз дайын. Сіздермен болған Аружан. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.